Әже, қарашы, қандай әдемі таң. Барлық ағаштар көктеп, ағаштар мен гүлдер бір-бірімен бәсекелесіп, табиғаттың құдіретін сездіреді. Иә, ата, орманның тыныштығы мен табиғаттың сұлулығы адамның көңілін көтереді. Бірақ біз бұны сақтауымыз керек. Өйткені соңғы кездері экологиялық мәселелер көбейіп барады. Қараңдаршы, мен қоқыс тастап кеттім. Ешкім көрмейді. Бақа, не істеп жатырсың? Қоқыс тастау, бұл өте зиян. Біз өзенімізді таза болу керек. Мен ойланып көрмедім. Қоян, сен дұрыс айтасың. Қоқыс табиғатты ластайды. Бұл не істеп жатыр? Адамдар орманды кесіп жатыр. Бұл орман біздің үйіміз. Егер оны кесіп тастаса, біз қайда барамыз? Я, қасқыр, адамдар орманды кесіп, табиғатты бұзады. Ормансыз бізге өмір сүру қиын болады. Таң атты, достар, табиғат бізді өз құшағында ұстайды. Егер біз оны қорғап, таза ұстағымыз келсе, бәріміз бірге әрекет етуіміз керек. Әтеш дұрыс айтады, табиғаттың тазалығы біздің қолымызда. Біз оны қорғау үшін бір-бірімізге көмек көрсетуіміз керек. Біз қоқыс тастамай, табиғатты таза ұстауымыз керек. Мен енді өзге қоқыс тастамайтын боламын. Орманды қорғап, ағаштарды кесуге жол бермейік. Барлық жануарлар мен өсімдіктерді қорғауымыз керек. Табиғаттың тыныштығын бұзбауымыз керек. Біз табиғаттың досымыз. Табиғат біздің ортақ үйіміз. Оны сақтау әрқайсымыздың міндетіміз. Барлығымыз бірге экологиялық проблемаларды шешу үшін әрекет етуіміз керек. Табиғатты қорғау арқылы біз болашақта ұрпаққа таза әлем қалдырамыз. Бәріміз бірге табиғаттың досы болайық. Табиғаттың досы болайық. Рөлдерді дыбыстаған.